Өміріме береке енгелі бері мен неден бас тарттым? Бүгін осы тақырып бойынша 5 сериядан тұратын посттар легін бастамақшымын. Парақшама жазылып, соңына дейін көруді сұраймын. Мүмкін сізге де пайдасы тиіп қалар. Соңғы уақытта береке ұғымына ерекше мән беріп, сол бағытта жұмыс істеп келе жатырмын. Береке бұл тек қана табыстың немесе ақшаның көптігі емес, бұл сол азғантай болса да табыстың, ақшаның жұғымды болуы және ең бастысы жүректің тыныштығы екен. Осы ішкі тепе-теңдікті тапқалы бері мен саналы түрде бірнеше әдеттерден бас тарттым. Бүгін соның алғашқысымен бөлісемін. Ең алғашқысы ол қарыздан және бөліп төлеуден бас тарттым. Бұрын менде де өзгелер сияқты банктерден 12 айға немесе 24 айға бөліп төлеу акциясы шыға бастаған кезде қызығатын сәттерім болған. Ақшам жетіп тұрса да бірден төлеуге қимай, көбіне бөліп төлеуге алатынмын. Мен аса киім-кешекке, жылтыраған заттарға құмар емеспін, бірақ мен көбіне саяхат және қымбат курстар алатынмын. Бірден емес, бірнеше айға бөліп төлеймін ғой деп ала салу оңай көрінеді, солай ғой. Бірақ білесіздер ме, қарыз адамды өзіне психологиялық тұрғыдан байлап қояды екен. Қарыз болсын, бөліп төлеу болсын, ол ертеңгі, яғни болашақтағы еркіндігіңді бүгін сатып алу болып табылады екен. Ойлаңызшы, кімде осындай мәселе бар? Анау алып жатыр ғой, мынау киіп жатыр ғой, анау барып жатыр ғой деген қызығушылықпен қазір еш нәрсе алмайтын болдым, бармайтын болдым. Қазір мен расымен де маған қажет нәрсені ғана аламын. Қаржым жетпей тұрса, қызығушылықпен бөліп төлеуге қарызға ала салмаймын. Ақшаны жинап аламын. Соңғы саяхатыма да бөліп төлеусіз өз ақшаммен барып келдім. Өте керемет сезім. Сол кезде байқағаным, көп күнге аз ғана ақшамен бардым, бірақ сол аз ғана ақшаның берекесі әлде қайда артқанын байқадым. Сонымен қатар, қарызсыз рахаттанып ұйықтаудың жөні бір бөлек екен. Бұрын мойнымда қарыз болған кезде миымның бір бұрышында келесі айда қалай тапсам екен, келесі айда жеткізе аламын ба деген сияқты ойлар болатын. Ал қазір кеудемде өте жақсы жеңілдік бар. Нағыз береке ол қымбат затты қызығушылықпен ала салу емес, сол затты уайымсыз иеленуде екен. Болашағыңызды қарызға байлап қоймасаңыз, өміріңізде жаңа мүмкіндіктер өз-өзінен келе бастайды. Мен соны байқадым. Бүгінге осы, алда тағы да аптаның соңына дейін бірнеше түйініммен бөлісетін боламын. Парақшама жазылып, жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыз. Ал сіз соңғы рет бөліп төлеуге немесе несиеге, қарызға не алдыңыз? Жасырмай комментарийға жазып кетіңізші, мүмкін менің бір көмегім тиіп қалар.